Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дастарханның сәнін ашатын өте дәмді салат дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге пияз қажет болады. Пиязды видеода көрсетілгендей дөңгелектеп турап аламыз. Бөлек ыдысқа су құйып, оған сірке қышқылын қосып, сол дайындаған суымызға пиязымызды 15-20 минутқа салып маринадтап қоямыз. Оған дейін алдын ала қайнатылып қойған тауықтың аяқтарын видеода көрсетілгендей 3 бұрыштап ірілеу етіп турап аламыз. Енді түрлі түсті тәтті болгар бұрыштарымызды да 3 бұрышты етіп тураймыз. Көк пиязымыз бен ас көкті ұзыншалау етіп тураймыз. Ащы қызыл бұрыштан жартысын турасақ жетеді. Татымына қарай 1 шай қасық ас тұзын және жарты шай қасықпен кристаллик дәмдеу үшін қосамыз. Келесі кезекте 1 бас сарымсағымызды ірілеу етіп турап аламыз. Барлық қоспаларымызды турап болғаннан соң, маринадталып тұрған пиязымызды үстінен саламыз. Оның үстінен цинказдың аджигасынан 4-5 қасықтай қосамыз. Аджиганы көптеу қоса беруге болады, ол мүлдем әшті болып кетпейді, тек әдемі дәм береді. Ең соңында 1 кеседей сұйық майымызды құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен біздің тойымды, әдемі, әрбір дастарханның сәнін ашатын салатымыз дайын болды. Ас болсын, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер.